Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Жильяр Кезет. Қазір Free Fire YouTube бәрі шулап жүр. Тегін алог туралы. Мен бүгін сол шын ба әлде лохотрон ба соны айтатын боламын. Лайк басып, арнаға тіркеліп, күшті бір комментарий жазып кетіңіздер. Біз видеомызды бастаймыз. Осыдан 3 апта бұрын Minato Кезет деген бала тегін алог туралы видео шығарған болатын. Мен оны көрдім, бірақ мен басында айтып қойын, мен ол баланы жамандағым келмей жатыр. Мен айтайын, бұның бәрі өтірік. Сенбеңіздер. Қазір мен сіздерге бәрін түсіндіретін боламын. Бұл алог персонажның шыққанына 2 ай ма, 3 ай ма қателеспесем солай уақыт болды. Оның способности өте керемет, жақсы. Оны бізге Гарена тегіннен тегін беріп қоймайды. Рас, алдыңғы жыл емес, әлем чемпионаты болған кезде бізге персонаждар тегін берді өзіміздің таңдауымызға. Бірақ алогты мен айтайын сіздерге. Алогты мен сіздерге 80% гарантия берем, что алогты даже ақшаға да сатпайды. Мысалы, Мигель басында 500 кристалл болды, сосын 8000 золотаға сатып алатын болған. Алогты олай қоспайды. Неге десеңіздер, алог өте имбовый персонаж. Оны ешкімде бекерден бекер бермейді. Егер алогты тегін берсе, алогты сатып алған адамдар разработчиктарды асып тастайды. Болғанда жаман хейт етіп боқтап жібереді. Ол шын әңгіме. Егер алог тегін болатын болса, мен сіздерге біреуіңізге 500 алмызға прокачка жасап берем. Жігітше сөзім, ұл баланың ек сөйлеген өлгені. Егер алог бесплатны болса, прокачка болады. Достар, бәріне олай сене бермеңіздер. Алогты тегін беруге, даже разработчиктар тегін береміз ба деп ойланмайды даже. Оларға ақша керек, разработчиктарға. Мен жамандап жатқан жоқпын енді. Шын әңгіме, шындық оларға ақша керек. Олар алогты бере салмайды. Осымен біздің видеомыз қысқаша болды. Осыны түсіндіре кетейін деп айттым сіздерге. Сіздермен бірге болған мен Жильяр Кезет. Лайктарыңыз басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен мен қоштасам. Давайте, пока-пока, чао.